Сәлеметсіздер ме, құрметті өнерсүйер қауым? Семей қаласы Низор-Тарғ отбасы атындағы бейнелеу өнері музейі республикалық рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жергілікті шеберлерімізді қолдау және олардың шығармашылықтарын дәріптеу мақсатындағы онлайн байланысын әрмен қарай жалғастырады. Осы күнге дейін шеберлеріміз туралы біраз танымдық материалдар, мазмұнды мақалалар желісінде өрбіген болса, бүгінгі шығарылым шеберлеріміздің тікелей қатысуымен өтетін шеберлік сабағы желісінде өз жалғасын таппақ. Бүгінгі шеберлік көрсетілім қазақ халқының ежелгі материалдық мәдениетінен келе жатқан жүн құсату өнерінің қазіргі таңдағы заманауи техникадағы басу өнеріндегі сәнді қолөнер туындылары техникасында болмақ. Яғни боялған жүндерді сулап немесе құрғақтап басу жолында біраз шеберлеріміз түрлі кәдесыйлар мен тұрмысқа қажетті көптеген сәнді дүниелерді өмірге әкелуде. Олардың арасында әсіресе көз жауын алатын керемет шәлілер, қыз балаларға арналған кәжекейлер, тақиялар, түрлі кебістер әзірлеу жолдарын дамытуда. Дәл осындай сулап өңдеу техникасында қыз балаларға арналған әшекей бұйымдарды да жүн басу техникасында дайындап шығаруға болады екен. Осы жүннен жасалатын әшекей бұйымдардың жасалу техникасын бүгінгі видео көрсетілімде қаламыздың қолөнер шебері, дизайнер, Шәкәрім университетінің ұстазы Құралай Талғат қызының қатысуымен шеберлік сабағын назарларыңызға ұсынамыз. Осы видеороликтен үйренеріміз көп болсын. Іске сәт, құрметті көрермендер. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі шеберлік сабағымызда жүннен моншақ жасау әдісін үйренеміз. Менің қолымда тұрғандай кішкентай қыз балалардың қолына білезігіне арналған кішкентай моншақтарды жасап тігіп үйренеміз. Бұл үшін бізге не қажет, қандай қажетті құрал-жабдықтар таныстырып өтейін. Ең басты біздің шикізатымыз бұл жүн. Жүннің табиғи нарықта жасанды және табиғи жолдары бар. Әртүрлі түсті алдарыңызда көріп отырғандарыңыздай жүннің боялған түрлері тұр. Мынау жасанды вискоза түрі, мынау табиғи жүн деп айтып кетуге болады. Одан кейінгі қажет қайшы, қажет сусабын, және де сонымен қатар осы моншақтарды қазір дайындап алғаннан кейін біріктіретін созылмалы жіп қажет болады. Әрине, жылы су қажет. Ал енді осы білезік моншақтарды дайындау үшін әркім өз талғамына байланысты ескек сызып алуына болады. Қазір мен сіздерге түсінікті болу үшін ескек сызып көрсетейін. Бұл жерде ескиздің бір түсіндіре кететін жағдай, бұларда түстік шешімді де жасап көрсетіп кетуіне болады. Әркім өзінің ойындағысын жазып, сызып шығаруына болады. Біздің бүгінгі жасалып отырған білезігіміздің формасын қағаз бетіне түсірейін. Міне біз эскизімізді аяқтап қалдық. Әртүрлі формада моншақтардың түстік үйлесіміне, әркімнің талғамына сай, талғамдарына байланысты мынандай бір немесе бірнеше жолақтар түсіру арқылы әркім өзіне эскиздерді сызып алуына болады. Келесі процесіміз білезік моншақтардың дөңгелектеу әдісіне кірісеміз. Мына жерден ақырын жүнді белгілі бір мөлшерде алып, орап саусақтың басына, ақырын суға батырып, оған көмекші сусабыннан алып, ақырындап уқалай бастаймыз. Бұның жасалу процесінің үстінде домалақтау кезінде әжімдер болады.
ол әжімдерді ақырын көмекші алақанға салып домалақтай бастаймыз. Осы домалақтай отырған кезде ақырын бір-біріне пісірамыз. Осы процесс кезінде екі аралығын әжімдерін жасыру мақсатында тағы да көмекші жүндерді алып ортасына орналастырып, бұлар толық процесс пісіп кетпей тұрғанда дайындап әжімдерін кетіріп аламыз да әрмен қарай дөңгелектеп алақанға салып орай бастаймыз. Бұл процесс 10 минуттық уақыт алады. Әрбір моншаққа 10 минуттық уақыт кетеді. Ал енді менің мына алдымда жатқан әртүрлі формадағы моншақтар дайын болды. Енді осы дайын болған моншақтарды алып, таза суға сабындарын кетіру үшін салып, әбден жуып аламыз. Осы дайын болған моншақтардың суын, су сабынды әбден кетіріп, кептіруге қоямыз. Бұл процесс жарты күнді уақыт алады. Мінекей, моншақтарымыз кепті. Осы алдымызда жатқан моншақтарды түстік үйлесіміне сәйкестендіріп тізіп аламыз. Одан кейін тізіп алғаннан кейін мына жіпке өткізу процесін бастаймыз. Созылмалы жіпке өткізу процесін бастаймыз. Ол үшін бізге мына резинке жіпті, созылмалы жіпті үзбей, мөлшерін көлемін білмейміз, сондықтан көз мөлшерімен екі қабаттап алып, тебен иненің көзінен өткіземіз. Тебен иненің көзінен өткізіп, ары қарай алдымызда жатқан моншақтарымызды өткізуді бастаймыз. Бұл процессімізде біраз уақытты алады. Бұл қолдың жылдамдығына байланысты, қолдың үйренгендігіне байланысты. Мінекей жіпке барлық моншақтарымызды тізіп алдық. Енді осы екі басын бір-біріне біріктіріп, жіп шешіліп кетпейтіндей түйістіріп байлаймыз. Жақсылап бекітеміз. Өйткені бұл резинке созылмалы жіп болғандықтан үзіліп кетуі мүмкін. Дұрыстап бекітілмесе шешіліп кетуі мүмкін. Қалған артық жібін ақырын қиып тастаймыз. Мінекей, алдарыңызда өздеріңіз көріп отырғандай жүннен жасалған білезік моншақтарымыз түрлі түсті дайын болды. Сіздерге де осындай шеберлік сабағында жұмыстар жасауға сәттілік тілеймін.